Саламатсыздар, құрметті ұстаздар. Сіздерге Google Classroom'ға қалай кіру керек, сол жағынан түсіндірейік. Бірінші телефоныңызға Play Market деген жерге кіресіздер. Және Play Market'та Google Classroom дегенді біз не жазып алуымыз керек. Google Classroom деп жазамыз. Енді соны өзіміздің телефонымызға орнатуымыз керек. Енді орнатып болғаннан кейін Google Classroom'ның ішіне кіреміз. Открыть басамыз. Осындай приложение қосымша ашылады. Сол кезде ішіне кіреміз. Осындай үлкен өзіміздің платформа, виртуальный Google сыныбы шығады. Енді сіздерге Gmail пошталарыңызға біз хат жібердік. Сіздердің пәндеріңіз бойынша. Мысалы, ең үстінде Teach with Aydin деген. Сіздерге, мысалы, биологтарға осындай хат жібердім мен. Немесе сіздің менторыңыз сізге жібереді. Сіз соған кіресіз. И кіргеннен кейін бұл жерде присоединиться деген жерге басамыз. Окей? Сол кезде біз не істейміз? Открыть с помощью приложения Google Classroom'ды таңдаймыз өшеден. Өзіміздің аккаунтымызды таңдаймыз. Көрдіңіз бе? Енді мен, мысалы, Түркістанның биология сыныбына кірдім. Осы жерде сіздерге керекті тапсырмалар жіберіледі. Болды. Қарағандарыңыз үшін рахмет. Сұрақтарыңыз болса комментарийге жазыңыздар. Сау болыңыздар.